ең бастысы қадағалап айтатын нәрсем ол сіңіруге болмайды. Ол енді инфекция көзі болып тұр. Сәл мысалы суық ішсе тамақ ұстап қалады, мысалы сәл суыққа кондерный тамақ ұстап қалады да ілініп кетеді. Өзі кішкентай орган, но көп нәрсеге жауап береді, бірақ көп нәрсе өзінің функциясынан айырылып қалғаннан кейін ол жау болады. Жүректі, бүйректі, буындарды кетіреді. Егер дабыл жарғағы зақымданса, не болмаса есту сүйектері зақымданған болса, оны операциялық жолмен емдеуге болады. Егер құлақтың есту нервісі кететін болса, бала кезімде құлағым ауырған, соң тесіліп қалған, соң бердің естуі төмендеп бастады деп. Болмаса бір қатты суықтап, тым ауыратып, сол жаңа нервке өтіп кетуі мүмкін. 40 жасқа келген кезде артериальный давлениесі болатын болса, адамдардың соны қатты бақылауға алған өте дұрыс. Құлақтағы шуыл ол қоғамның жалпы қандай ұлтын алмасаң да проблемасы дәрігерге сенімділіктің төменділігінен бе білмеймін, или өздерінің денсаулығына селқос қарай ма, кеш барады. Дұрыс емес ақпарат бар. Қоғамда жақсы. Менің құлағымнан бұлық ағады. Бұлық сұйық күйінде ешқашан ақпайды. Дейді, жедел және созылмалы түрде. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге меджурналист Гүлнұр Сәлімбай, және бүгін бізде қонақта Астана қаласынан ұшып келіп отырған президент ауруханасының лор дәрігері Медет Махамбет мырза. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, Гүлнұр ханым. Шақырғаныңызға рахмет. Көргеніме өте қуаныштымын. Мен де. Енді құлаққа көшсек, құлаққа байланысты көбінесе қандай мәселемен келеді сізге? Дайте қысқа айтып берейін. Толыққанды түсінікті болсын. Негізінен келетін мәселелері өте көп келеді, ол естімейді. Естімей қалудың екі түрлі себебі бар. Құлақтың нервісі зақымданады, екіншісі мынау дабыл жарғағы, не болмаса есту сүйектері зақымданады. Ол жаңа бала кезіндегі отитке байланысты дабыл жарғағы тесіліп қалады, соған байланысты. Егер дабыл жарғағы зақымданса, не болмаса есту сүйектері зақымданған болса, оны операциялық жолмен емдеуге болады. Егер құлақтың есту нервісі кететін болса, оның емі енді әзірге дұрыс жоқ. Тек қана жаңағы есту құлдырап кетпеу үшін дәрілік ретінде жаңағы ұстап тұратын терапия ғана бар. 6 ай сайын витаминдер ішу керек болады. Оның толық дұрыс диагноз қою үшін бірден бір көрсетілетін диагностикалық тип, жаңағы мұрынға кт пазух болатын болса, құлақтың естімеуінің проблемасының шешуге және дәрігердің лордың жұмысын жеңілдететін нәрсе ол аудиометрия. То есть барды, осындай аудиометрия жасап алып келді, лорға барды. Лор дәрігер көреді. Егер мына құлақтың естуі нашар, бірақ есту нервісі түзу, мынау барабанный дабыл жарғағында тесік бар, болмаса әртүрлі зақым болса, ол жаңа аудиометрияда көрінеді. Сосын науқасқа айтады. Осындай нәрсе мынау операциямен жасауға болады, мына жерде біз емін ғана қолданамыз деп. Мен өзім жеке басым осылай айтамын. Кейде біз уақыт жоғалтамыз. Кейбір науқастар маған Атыраудан, Ақтаудан, Петропавлдан келеді. Келген кезде айтпайды, мен сізге келейін деп едім деп келеді. Сосын көрем, енді өзім қарайым, тексерем, сосын жаңа аудиометрияны жасауға жіберем, ол тағы да уақытын алады оны. Егер жасап келсе, өте жұмысты тезірек жеңілдетеді. Ол бірінші момент. Екінші момент, мынандай, не үшін аудиометрия жасатамыз? Келді. Науқастың жасы, былайша айтқанда, 60-та дейік. Енді орта жастан асқан үлкен адам. Құлағым естімейді дейді. Ондай үлкен адамдарды өзі как раз есту нервісінің ақырын құлдырау басталады. Бірақ құлағына қарасаң, жаңа барабанный перепонкасы да жоқ. Ол кісі саған айтады, мен бала кезімде құлағым ауырған, соң тесіліп қалған, соң бердің естуі төмендеп бастады деп. Сөйтіп аудиометрия жасатқан кезде оларға смешанная тугоухость, аралас кереңдік деген диагноз қойып береді. Яғни дабыл жарғағының тесігі бола тұра, ол кісіге операция көмектеспейді деген сөз. Себебі бұл кісіде параллельно қосымша құлақ нервісі де құлдырап жатыр. Сондықтан ол кісілерге де түсіндіріп айтамыз. Сол себепті құлақтың проблемаларында аудиометрия өте бір таптырмайтын нәрсе. Құлақтың нервісі нашарлағаннан естуі төмендейді деп жатсыз. Оны қалай сақтауға болады?
бұл жерде тағы да бұл үлкен күрделі мәселе. Себебі ол уақытқа дейін қан қысымы жоғары болуы мүмкін, болмаса эндокринологиялық проблемалары болуы мүмкін, болмаса бір қатты суықтап тұмауратып сол жаңа нервке өтіп кетуі мүмкін. Оны тағы да жаңа анамнездің жинауына байланысты. Егер енді мысалы әртүрлі жасына байланысты орта 40 жасқа келген кезде артериальный давлениесі болатын болса адамдардың, соны қатты бақылауға алған өте дұрыс. Себебі бізде қалай кардиологта учетта тұрым дейді. Ал сіз кардиолог берген таблеткаларыңызды ішесіз бе деп сұрасаң, жоқ, давлением көтерілгенде ғана ішемін деп айтады. Ол анау бір қалыпта бір ұзақ уақыт ұстап тұру үшін уақытылы ол дәрілерді ол тағайындап жазған нәрсені ішу керек. Әйтпесе одан әсері болмайды, ал оның зақымдайтын нәрселері тағы да көп. Қан қысымының дұрыс болуы. Екінші, мынау қалқанша безінің проблемалары, ол да үлкен проблема. Ол да мысалы дұрыс диагностикаланбаса, жаңағы мынау лор деген шетте тұрған, былайша айтқанда үйдің ішіндегі батарея сияқты ғой, жарылады. Сосын барып жақындайсың, қысым мана жақтан көтеріледі. Сондықтан анау негізгі мәселені шешетін болса, осы мәселелердің құлақтың есту нервісінің зақымдануын алдын алуға болады. Және бізде лорда преспиакузис деген диагноз бар, ол үлкен, яғни 70-тен асқан адамдардың естуінің төмендеуі. Оларға бір енді шындығында ештеңемен көмектесе алмайсың. Тек қана толыққанды әйтеуір есту қабілеті болатын болса, ондай кісілерге біз жаңа есту аппараттарын айтамыз, осыны алсаңыз жақсы деп. Осындай мәселе. Есту аппараттарын айта беріңіз. Естімей қалған адамдарға кохлеарный имплантация бар. Ол деген енді есту аппаратын, былайша айтқанда, жалпақ тілмен айтқанда, құлақтың ішіне ендіріп беру, сыртында да жаңағы нелер тұрады, датчиктер тұрады, бірақ адам еститін болады. Дұрысында екеуінен қайсысы тиімді, дұрыс? Ішіне орнату ма, әлде сыртынан аппараттағы салу ма? Егер мынау ол былай ғой, ана электрод ішіне жібереді ғой, сигналды өткізу үшін. Егер аппаратты тағып естіп жүрсе, онда можно. Ал анау қазақша керең дейміз ғой, глухой. Сондай болған кезде онда тек қана кохлеарка. Үйде ондай науқастарға өзі іріктейді оларды. Жасына, операцияға шыдай ма, шыдамай ма, кохлеарный имплант келе ме, келмей ме, онда ол целый бір үрдіс. Жаңағы сурдолог деген лордың бір бөлігі бар. Сол кісілер оны зерттеп, айтып, содан кейін барып операцияға. Қазақстанда ол әлі күнге мысалы порталмен де жасалады. Тегін деген ғой. Есту аппаратын қанша уақытта тексеріп ауыстырып тұру керек? Енді есту аппараттарының проблемасы ол жаңағы егер ішкі құлақ есту қабілетін жоғалтпаса, онда олар өзінің функциясын атқарып көмектеседі. Ал енді ол уже коммерциялық момент. Сапалы аппарат алса, ол 10 жылдап тұра беруі мүмкін. Сапасы нашар, бағасы арзан аппарат, ол 1-2 жылда істен шығып қалуы мүмкін. Сондықтан ең басында алған кезде жаңағы жердегі сурдологпен кеңесіп, қай аппараттың маған көрсететін қызметі ұзағырақ және тиімдірек болады деген кеңесіп шешкен дұрыс болады. Құлақтағы шумға байланысты не айтасыз? Құлақтағы шуыл ол жаңағы кардиологиялық проблема, тұмаумен ауыру және эндокринологиялық проблема. Мына екі жағдайда шешу ол енді кішкене қиындау. Ал егер мысалы суықтап қалды, құлақта шум пайда болған кезде жедел түрде алғашқы 10 күнде егер ем қабылдаса, емдеуге болады. Әйтпесе қалып қойса, ол анау ызыңдап тұра береді құлақта. Онда тек қана қазір мынандай аппараттар бар, шумоподавляющий. От момента оны жаңағы құлақтың ішіне қойып қойды, әйтеуір каким-то өзінің енді техникалық жағдайларына байланысты жаңағы шумды да басады, еститін дауысты да жақсы естіртеді. Сондай момент.
жерде. Құлақта шу пайда болғанда лорға бару керек па? Қай жағдайда лорға бару керек? Вот шум пайда болған кездің бір аптаның ішінде барған дұрыс. Тұмаудан кейін пайда болғанда ма? Иә. Тұмаудан кейін пайда болса, Ал көбісі құлақта шу пайда болғанда кімге барады? олар ешқайда бармайды, кетеді деп жүреді. Невропатолог бармай ма? Невропатологқа өте кеш уақытта барады. Мынау шум деген мысалы кейде болады, ол ана мұрында насмұрық пайда болды, жүрді, содан кейін 1-2 күннен кейін шум пайда болды. Ол ойлайды, мынау насмұрық кетті ғой, мынау да кетеді деп жүреді де уақыт жоғалтып алады. Сөйтіп анау гормональный терапия, физиотерапия бәрін қабылдаған кезде уже уақыт анау әсер ететін окно дейді ғой, терезе, содан өтіп кетеді. Біздің қоғамның жалпы қандай ұлтын алмасаң да проблемасы дәрігерге сенімділіктің төменділігінен бе білмеймін, или өздерінің денсаулығына селқос қарай ма, кеш барады. Сол мәселе. Құлақта шу пайда болғанда бірден бір аптаның ішінде дәрігерге бару керек дейсіз ғой? Иә. Егер шум пайда болды, не себепті пайда болған білу үшін жаңағы дұрыс терапияны уақытылы тағайындау үшін бір аптаның ішінде бару керек. Құлақта шу тұмаудан пайда болады, сосын тағы недерден пайда болады? Артериальный давление қатты көтерілген кезде. Енді артериальный давление болғанда адамның қан қысымы ол жүрекке байланысты болуы мүмкін. Екіншіден, мынау урологтардың бүйрек үсті безінің несіне жаңа гормондарына байланысты болуы мүмкін, және қалқанша безінің проблемаларына байланысты болуы мүмкін. Сондықтан онда мысалы пациент өзі біледі, қай жағында, қай мүшесінде проблема бар екен. Изначально корректирующий лечениені жаңа өзінің профильный дәрігерінен алады и қосымша ретінде лорға барып алған дұрыс. Кеңес. Немесе емін. Жалпы балалардың құлағына жаңағы шумп қойғаннан кейін оны қанша уақыт алып тастайды, немесе оны алған уақыт болғанын қайдан біледі? Шунт ол былайша айтқанда дренажный жүйе. Жаңағы жиналған іріңді, болмаса құлақтың ортаңғы құлақта жиналған сұйықтықтың шығуына көмектесетін, былайша айтқанда канализационный труба. Егер үлкен форматта алатын болсақ, солай. Ол 6 айда, болмаса 1 жылда алса болады. Немесе кейбірде көбіне өзі түсіп қалады. Ол шунттың орны кішкентай, сол себепті барабанный перепонкадағы тесікте кішкентай, ол бітеліп кетеді. Сондай момент. Оны жиі ауыстыра берудің қажет жоқ, и оған назар аударудың қажет жоқ. Бірақ 1 жылда барып алдыру керек па? Егер түспеген жағдайда? Түспесе, егер ол уақытта құлағы құрғақ болса, ештеңе ақпаса, онда алдырып тастаған дұрыс. Ал оның зияны бар ма негізі? Алмайсың? Шунттың зияны жоқ. Оның зияны жоқ, ол тек қана көмек ретінде, қауіпті емес. Ол негізі көбінесе жағдайда өзі түсіп қалады. Анау барабанный перепонка жазылып бастайды да, қысып түсіп қалады. Мысалы, біз өзіміз қойған шунттар келеді ғой, құлағына қарасаң, анау құлақтың тесігінің ішінде жатады, алып бересің. Сонда жаңағы бұлақты ағызу үшін, сұйықтықты ағызу үшін қоясыздар, иә оны? Қараңыз, бұл жерде үлкен не бар, бір дұрыс емес ақпарат бар. Қоғамда жақсы. Менің құлағымнан бұлық ағады дейді. Бұлық сұйық күйінде ешқашан ақпайды. Ол мынау пластилин сияқты жабысқақ, түсі қоңыр сары болады. Ол терінің жаңағы әртүрлі бездерінен бөлінетін шаң тозаңның жиындысынан пайда болған сондай бір мысалы бөлінді ғой, бездердің түзілісі. Негізінен ірің ғана ағады. Бұлықты жарты жылда, 1 жылда дәрігерге барып тазалатқан дұрыс. Ірің оны емдеу керек. Мысалы, көбісі айтады, мен құлағымнан бұлық ағып тұр дейді. Бұл қарасаң, ол сап-сары, ол ірің. Ол екеу, ана ірің, вот как раз патология, аурудың нәрсесі, бұлық ол физиология. Ол ірің қайдан пайда болуы мүмкін? Ол енді әртүрлі воспалительный процесс, бактерия жиналып қалды, аденоидтан, өзінің слизінен, адамның организміне постоянно ауаның өзінде де әртүрлі бактериялар ұшып қонып жүреді ғой, сол организмге как только түседі, ол
патогенді нәрсеге айналады да ірің шақырады. Ірің дегеніміз ол өлген бактериялар мен макрофагтардың қосындысы. То есть біздің организмнің қорғаушылары жүгіріп барды да бактерияны жеді да сонымен өздері өліп қалды, сөйтіп жаңағы іріңге айналады. Оны емдеудің жолы сонда іріңді. Атит болса, то есть құлақтың антибиотигі бар капляларын тамызып емдейміз. атит туралы айтыңызшы осы. Атит жедел және созылмалы түрде. Созылмалы деген ол уже жаңа құлақтың естуінің жеделден бастайық. Мұрыннан бастады бәрі. Тікелей ол мұрнына құлақ өзінен өзі бет алды өте сирек қабынады. Мұрында тұмау пайда болды, инфекция болды, мұрын арқылы жаңағы құлақтың есту түтікшесі арқылы ортан құлаққа жетеді воспалительный процесс, сосын құлақ қабынады да іріңдейді, сосын барабанный перепонка тесіледі. Ол остеоатитке жатады. Оны жаңағы антибиотикпен, противовоспалительныймен, тамшылармен емдеуге болады. Но бірінші тазалау керек. Іріңді дәрігер әртүрлі тазалайды. Аккуратно мысалы жаңағы сорғыштармен сорып алып, болмаса мақтамен құрғатып алып, содан кейін барып үстіне дәрі тамызса эффектісі тезірек болады. Бұл жедел атит. Жедел атит сол барабанный дабыл жарғағының зақымдануына әкеліп, естудің төмендеуіне әкеледі, оны операциялық жолмен емдеуге болады. Созылмалы атит ол мысалы енді менің өзім ойлаймын, созылмалы атит деп қойып қойған, бірақ ол жаңа ол кезде барабанный перепонкада қалыптасқан тесік болады, кейбірлерінде есту қабілеті төмендейді, жоғарғы пайызда мысалы дабыл жарғаға жақынданғаннан кейін естуі төмендейді көбінің. 80%, 90% адамдардікі төмен болады. Операциядан кейін қалпына келеді. Сондай жағдай. Дабыл жарғаға жарылуға алып келетін қандай себептер бар? Баротравма болуы мүмкін, аэротит болуы мүмкін. Баротравма дегеніміз мысалы бүйтіп шапалақ ұрылып қалды дейік, ауа кірді жар жерді. Аэротит ол самолеттен кейін болады, давлениенің жоғары, отрицательный давление самолетте жоғары ғой, сол мұрыннан кіреді, ауа ішінен жар жереді. Сосын жаңағы атиттер. Одан сақтану жолдары бар ма? Так, баротравма болған жағдайда оған максимально су тигізіп алмай 1-2 апта қорғанамыз, ол қалпына келеді. Аэроатит болатын жағдайда ол да енді өзіндік атиттің бір түрі, оны дәрімен емдейміз, ол да қалпына келеді. Енді мысалы жаңағы атит болып дабыл жарғаға зақымданып уақытылы емдесе, ол жерде пайда болған тесік те қалпына келуі мүмкін, операцияға жеткізбей, солай уақытылы ем қабылдаса, онdan да алдын алуға болады. Сосын тағы бір себебі егде жастағы кісілерде дедіңіз ба бағана? Бізде мынандай бір қоғамда күшті нәрсе бар, құлақтың ішіне. Мен бір енді қазір ақпарат болсын, енді айтылған нәрсе ертең іске айналуы мүмкін де. Кітап жазып бастам, осы лордағы қызық оқиғалар туралы. Сонда мен 1-2 оқиға. Бір әже, бір орыстың үлкен ағамыз енді. Әжеміз келді, балам, мен мына құлағым естуі нашарлап кетті, бірдеңе болады, не болды десем, өткенде шаншып ауырған дейді. Сөйтіп үйде келіннің сүтін тамызып едім деді. Жарайды апа, отырыңыз, қарайық деп құлағын қарасам, жаңағы енді сүт ол былайша айтқанда бифидобактерия ғой енді. Құлақтың өзінің микроорганизмдермен қосылды ма, барабанный перепонка тез тапты. Апамыз 75-те етін сол кезде қарағанда. Енді осы уақытқа дейін сау құлақты тесті де тастады. Енді оның әйтеуір жаңа қабынуға қарсы дәрілерін жазып беріп кішкене көмектестім. Енді ол кісіге операция деп те айта алмайсың, ол көтермейді ол операцияны 75-те. Сонымен әйтеуір кетті. Ол бірінші момент, тамызуға болмайды. Егде жастағы ол преспиакузис, ол емделмейді. Ол құлақтың нервісі анау бүйтіп жұқарып кеткен ме, сондай бірдеңе болады. Питаниесі өзгереді, сондықтан оның емі жоқ, тек қана витаминдерді беріп, сол ғана. Сосын жаңағы екінші случай. Мне уши болят, жжет, я говорю, что случилось?
вечер чеснок поставил дейді. Сарымсақ па? Сарымсақ. Құлағын қарасам, сарымсақты, чеснокты мынандай 4 бұрыштап кескенде құлағына тығып қойған ғой. Сол күйдіріп бастаған. Мен алып бердім. Сосын енді тағы да бір маждарын жағып емдедік. Ол уақытта оны құлақтың мына жақта бергі сыртқы құлақ дегеніміз ол тері ғой. Күйдіріп тастаған. Енді бұл жерде айтайын дегенім, құлақта бұлық, таза бұлық жиналып бітеле беретін болса, бір жылда бір рет лор дәрігерге барып тазалату керек. Өзіміз мына құлақтың таяқшаларымен тазалап, біз оны одан сайын басып, әрмен қарай кәдімгідей пресс болады. Ол бір бірлі жарым адамдарда кейде кездеседі, өздерінің осыны шұқу арқылы дабыл жарғанын тесіп тастайды. Сөйтіп оның тесігі үлкен болып кетеді, оны тек қана оперативный путем сау басыма сақина тіледі дегенде. Құлаққа көрінген, мысалы, халықтық емнің нәрселерін тамызудың ешқандай қажет жоқ. Құлаққа перикис тамызу, сутегі асқын тотығы дейміз ғой, онда болмайды. Себебі егер өздері білмейді ғой, кішкентай тесік болатын болса, ол ортаңғы құлаққа өтіп кетеді, барабанный перепонканы күйдіріп тастайды. Сосын бар тесікті үлкейтіп жібереді. Өзің көзіңе көрінбейтін нәрсені мүмкіндігінше дәрігерге барған жақсы да. Қазір жеке клиникалар болсын, мемлекеттік клиникалар болсын, олардың барлығында эндоскоп бар жаңағы. Сенің құлағыңды экранға шығарып көрсетеді. Міне көр, құлағың барабанный перепонкаң сау, или міне бұлық тұр, мен қазір тазалап беремін, илерің деп жатыр деп айтады. Енді адам көзбен көргеннен кейін сенеді. Сондықтан ондай нәрсені мына бір алыс жағдайға бітіп жасай бермей, барып уақыт тауып тексерілу керек. Мысалы, чекап дейміз ғой. Біздің осы тағы да қоғамда бір жаман нәрсе бар. Чекап десе, или Кореяға барады, или Түркке барады. Бәлем ба, миллион ақшаны шасып келеді, түк таппай келеді, мәз болып келеді, чекап еттім деп. Болмаса Өзбекке барады. Біздің технология, мысалы, енді чекап деген тексерісте негізгі жасалатын жаңағы компьютерный томография МРТ ғой. Жаңағы Тесла дейді, 1,5 Тесла, 3 Тесла, оларда жоқ. 3 Тесла бізде Қазақстанда ғана бар. Оның жаңағы цифровой диагностикалық мүмкіндігі өте жоғары. Одан да Қазақстанда жаңағы $1000 Қазақстанда төлеп, бізде өткен 1000 есе артық та чекапты. Сонымен мұрын құлақтың чекабы ол эндоскопия. Бардың, құлағыңды саған көрсетті, мұрынды көрсетті. Қанша уақытта қаралып тұру керек? Мұрын құлақтың Егер алаңдатпаса, 2 жылда бір рет, алаңдатса, онда уақытылы алу. Созбай. Тұмауратқан кезде құлақ бітеліп қалғанға не істесе болады? Мысалға мен мақтаға қызыл майды тамызып, соны қойып қоямын да. Құлақтың бітелуі ол тағы да мұрынға байланысты. Сол себепті де жаңағы шырышты қабаттың отегін, ісігін басу үшін жатарға бір жақсы антигистаминный аллергияға қарсы дәрін ішеміз. Булауға болмайды? Құлаққа қосымша мысалы ештеңе тамызуға да болмайды. Оны мен мысалы хирург ретінде операцияның үстінде мынандай жазылмаған заң дейді ғой. Өзім шәкірттеріме үйретем. Операцияның үстінде 2 нәрсені ешқашан істеуші болмай деп айтам. Біріншісі ментально асықпа. Сен операцияға кірдің бе, сен осы жердесің. Қалған әлем ағып кетсін, операцияңды бітір, содан кейін барып асығасың ба, өзің білесің. Екінші, негізгі момент. Никогда не работать в слепой зоне. То есть, эндоскопиямен көріп тұрмын, инструментімді барам. Ал егер инструментті қалдырып эндоскопты алып тастап, мен осы жерде тұр ғой деп, ол болмайды. Дәл сондай да, адам өзінің көзімен құлағының ішін көре алмайды ғой, мұрнының ішін көре алмайды. Мүмкіндік болса, ақылы болса ақылы, болмаса мемлекеттік жаңағы тегін клиникаларға барып көрсеткен дұрыс.
қыздардың көбі түшкіреді ғой. Иә. Мұрнын жауып түшкіреді, иә. Аузында, мұрнында. Бұл өте қауіпті нәрсе. Құлақты барабанны перепонканы жарып тастау мүмкін, еще мынау енді жарып тастауы мүмкін. Трахеяны жыртып жіберуі мүмкін. Өте опасный нәрселер. Мен өзімнің лор коллегам сөйтіп отырады, мен айтамын, олай істемеңіз. Я говорю, хотите к нам на операцию? Он говорит, нет, құдай сақтасын дейді дальше. Ну вот, ол өте қауіпті нәрсе. Просто енді біреу көреді, біреу көрмейді, но біліп жүрген өте жақсы да. Қатты давлениемен, иә? Құлаққап тағу. Құлаққап тағудың құлаққа әсері, зияны, дұрысында қандай құлаққап таққан жөн? Мынау дұрыс па, әлде мынау дұрыс? Шындығында бар ғой, осы сұрақты соңғы 5 жылда көп сұрақ қойылды. Мен зерттедім сосын. Енді лор маманы ретінде де, бұлай техникалық жағынан да, қандай наушник кисең де, егер шамадан тыс қолданатын болсаң, ол зақымға әкеледі. Әйтпесе мынау airdropсын бар, мынандай бар, оның ешқандай да зияны жоқ. Просто мен анау ол айырмашылық жоқ. Иә, құлаққа зақым келтіретін нәрсе білесіз бе неде? Қатты дауыс. И үздіксіз дауыс. Біз қаланың тұрғындарының барлығы шулы ортада өмір сүреміз. Біздің мынау есту, қазір бір күшті нәрсе айтамын. Құлақ әр қашанда бір қысымның астында тұрады. Мәшиненің шулы, көшенің шулы, и жастар алады, оның үстіне музыканы дың. И мынау құлақ естудің төмендеуінің көбейіп кетуі де содан. То есть құлаққа біз тыныштық бермейміз. Енді бұл жерде қазақша атауы құлақ деген ол түбірі құл болып тұр ғой. Құл да, оның еркіндігі жоқ та, ол естігісі келсе де, келмесе де ести береді да. Сондықтан оны қазақ құлақ деп қойған дейді да. Сондықтан да оған да мүмкіндік беру керек дейм алады. Дауысты естілетін деңгейде естіп, сосын арасында жаңағы толық, мысалы, академический сағат дейікші, бір сағат, мысалы, 40-та 20 или 50-да 10 деп алатын болсақ, 50 минут музыка тыңдап, 10 минут толық тыныштықта жасайтын болсақ, 10 минутта бір ешқандай бір хитовый ән шықпайтын шығар, уақыт болған. Онда да даусың бай болады, иә? Есіме түсіп отыр, жаңа ұшақтан андай құлаққа тығып қоятын беретін еді ғой. Сол көмектеседі ме негізі? Жоқ, бұл жерде ол особо сондай емес, өйткені бәрі ол ауаның қысымы мұрын арқылы береді. Бұл жердегі самолеттің ішінде құлақ бітеледі ғой, ол кездегі оның емі жұтыну, есінеу сосын. Сол кезде ашылады. Дұрыс, есінеу. Есінесіз, болмаса жұтынасыз. Құлаққа қатысты тағы қандай мәселелер бар бізде? Құлаққа қатысты отоневрологияның үлкен проблемасы жаңағы отолиттей дейді ғой. Ол кристалдар жаңағы ішкі құлақта пайда болады, бас айну. Бірақ оны лор емдемейді, оны көбіне отоневролог деген өзі бір сала бар. Онда дәрігерлердің саны да көп емес, бірақ егер диагностика жасайтын болса, тапса, қойса, симптомдары қандай? Басының ауруы, айналуы, жаңағы қосымша минер ауру деген сияқты кездеседі. Ол минер аурудан ол отличается тем, что минер ауру кезінде жарықтан қорқады, бас айналады, ол шум қатты болады. Сосын өте күрделі жағдай. Ол кезде мынау ішкі құлақта сұйықтығы көбейіп кетеді деп есептеледі. Оның определенный өзінің емдері бар, жаңағы тұзды тамақ жемеу, организмдегі сұйықты шығару, артық сұйықтықты дәрі арқылы. Сосын басқа да қан айналымын дұрыстайтын дәрілер тағайындайды. Отолит кезінде егер анықталса, оны отоневрологтар басты позицияларын бұрау арқылы жаңағы кристалдарын шығаруға көмектеседі. Сондай моменттер. Негізі қоғамда енді мен оперирующий, операция жасайтын хирург болғаннан кейін бізге әуел бастан өзі сол хирургияға жақын адамдар келеді.
көбісі түсінбестікпен жаңағы есту нервісінің зақымдануымен келеді. Енді оларға мен мүмкіндігім жеткенше максимально түсіндіремін. Аға, апа, мынау дегеніңіз енді операция келмейді. Уақыт деген біздің алаңымызда ойнамай жатыр. Сондықтан осындай дәрілерді қолданып және қосымша аппарат алсаңыз жақсы болады деп айтуға түсіндірем. Өйткені мынау көңіл бір атым насыбайдан қалады дейді. Ибн Синаның өзі айтқан, жақсы дәрігерге жақсы сөз керек, сөзбен емдейді. Болмаса отпен емдейді, болмаса пышақпен емдейді. Сондықтан сөзбен емдеп көмектескім келеді. Енді оның мен білем да, оның емі жоқ, оның қазір кететін. Сондықтан сол естудің нервісі зақымданып, және шум пайда болған кезде әйтеуір хотя бы психологиялық көмек берейін деп жіберем. Операцияға келетін сәйкес адамдар болса, онда әрқашан айтам, ақылы түрде келсеңіз болады. Болмаса асықпай, енді бір 50 жыл точно жүрсіз ғой, мына мен 1 жыл порталыңызды күтіп келсеңіз болады деп айтамын әйтеуір. Құлақтың қай операциясын жиі жасайсыз? Тимпанопластика. Жаңа дауыл жарғағының зақымдануы. Ол үлкен, кіші тесіктеріне байланысты бәрін жасай береміз. Есінің наркозбен ба? Жоқ, жалпы ұйықтайтатын наркозбен. Қанша уақытта қалпына келеді? Қазір мен мысалы жаңа айтып өттім ғой, эндоскопический трансканальды операция жасап жатырмын. Ол науқастар екінші күні үйлеріне сұранады. 1 аптадан кейін анау естулер жақсы болып кетеді. Мен тіпті өзіміздің жеке статистикамды жүргіземін да, операция жасаған науқастың аудиометрия деп айттық қой жаңа, алдындағысын, сосын операциядан кейін тура 1 аптадан кейін жасатамын аудиометрия. Несі айырмашылығы жер мен көктей болады. Даже өткенде бір-екі мынандай жағдай болды. Мен операция жасадым, сосын аудиометрия жасайтын жерге жібердім. Сосын ол жердегі сурдологтар, сізге деген әлі ерте емес пе, 2 айдан кейін жасату керек деп жатыр деді. Мен айтым, жасай беріңіз, қазір көресіз. Сөйтіп ана жігіт деген ауызы ашылып қалған ғой. Примерно 3-ші степеньмен келді да, қалыпты жағдайдағымен тұр ғой. Ровно вот 1 апта айырмашылық. Өз таңғалды, маған айтады, Нилтайч, сіз айтып едіңіз ғой, где-то 1 айдан кейін қалпына келеді. Мен оларға ертерек деп айтып қойсам, өтірікші болып қалуым мүмкін да, сөйтіп айтқым, сөйтіп өзі мәз. Ондайлардың қазір қатары көбейіп жатыр. Негізгі өзімнің осы бір ішкі арманым, былайша жаңа нәрсеге көбісі не болмаса қарсылықпен қарайды, не болмаса сенімсіздікпен қарайды. Мен қасында жүрген шәкірттерім оның нәтижесін бәрін көріп жатыр да, осы әдісті бүкіл жоқ дегенде Астана, Алматы, Шымкентке масштаб жасағым келіп отыр. Өйткені құлаққа операция жасайтын осы 3-ақ қалада. Қалған жерлерді жасамайды. Сол жас дәрігерлердің барын үйрететін болсақ, жоқ дегенде мысалы мен жылына таза құлақпен айналыссам, бір көп дегенде 200 операция жасармын. Ал егер мен 10 адамды үйрететін болсам, біз 2000 адамға жасаймыз. Осы жаңа кітабымды жарыққа шығару, сосын осын масштабировать етіп, осы 2 арманмен. Сәттілік сізге. Рахмет. Операциядан кейін қандай күтім? Операциядан кейін 1 айдың көлемінде самолетқа ұшпаймыз, жаңа моншаға түспейміз, су тигізіп алмаймыз. Сосын ең бастысы қадағалап айтатын нәрсем ол сіңбіруге болмайды. Қойған жамауды мұрнындағы жаңа қысым арқылы сіңбірген кезде орнынан қозғап жіберу мүмкін. Сіңбіру арқылы да құлақты жарып жіберуге бола ма сонда? Сол себепті біз оны осы 3 нәрсені міндетті түрде айтамыз. Енді эндоскопический операциядан кейін, эндоскопический трансканальды тимпанопластикадан кейін оларда даже шов болмайды. То есть тілік болмайды. Нандай 1 сантиметровый нәрсені ақырын тілемді, өзіме керек нәрсені аламын да орнына қойып қоямын. Сосын алып отырып, сіз операция жасадыңыз ба? Мен айтамын, өзіңіз не ойлап тұрсыз? Ол айтады, мен сезіп тұрмын, что мен естіп тұрмын дейді, но бірдеңе ауыру керек қой дейді. Мен айтамын, ауырмайды. Потому что біз оны максимально модификация жасадық. Машалла.
Жалпы осы құлақпен проблема болмас үшін суықтаған кезде бір аптаның ішінде мүмкіндігінше тезірек барып қаралу керек. Одан кейін құлақ қаптарды мүмкіндігінше аз және баяу тыңдау керек, керек кезінде ғана қолдану керек. Одан кейін жаңағы давление болатын болса бақылауда ұстау керек дейсіз. Одан кейін спортпен айналысып, қан айналымды жақсартып, жалпы иммунитетті көтеру оның барлығы әсер етеді деп отырсыз. Одан кейін жаңағы байқап сіңіру, оның өзі үлкен мәселеден қорғайды. Жалпы тағы да құлаққа қандай қамқорлық жасасақ болады, құлаққа қандай күтім жасасақ болады? Құлаққа ма? Тыныштық беру керек. Қазіргі шумды қоғамда құлаққа тыныштық беру керек. Ол анау қазір енді әлеуметтік желілердің дамыған заманында айтады ғой. Надо уходить из скучного кино, закрывать неинтересную книгу, не пить невкусный кофе дейді ғой. И құлаққа да сондай нәрсе. Мынау жан мен тәнді тыныштандыру керек. Вот просто бір жарты сағат өзіңнің жүрегіңді тыңдау үшін тыныштық беру керек. Күшті айттыңыз. Құлаққа қатысты айтатын тағы бар ма? Айтарыңыз. Құлақтың проблемасы ол мұрыннан бастауы мүмкін, сондықтан мұрынның жағын проблемасын тоже дұрыс диагностикалау керек. Енді қазақтың енді бір жалпы айтылған мақалы бар ғой, ішің ауырса аузыңды тый дейді. Ал егер құлағың жиі ауыра беретін болса, бірінші мұрынды тексеріп көру керек та. Содан кейін барып әрі қарай көреміз. Жақсы, онда келесі бізде тамақ. Тамаққа байланысты қандай мәселелер бар? Жаңағы ангинадан бастайықшы. Ангина дегеніміз не? Қалай емделеміз? Симптомдарын қалай білсек болады? Асқындырып алсақ қандай қауіп? Ангина бұл негізі дұрыс атау емес изначально. Баспа. Баспа енді ол қазақша атауы ғой. Ангина деген ол француз сөзінен аударылғанда, даже латын сөз емес. Сжимать, қысу, удушье деген мағына береді. Негізі больше анау кардиологиялық пациенттерге сәйкес келеді. Анау не болады ғой, жүрегі дұрыс соқпай, демалмай қалады ғой, удушье, чувство удушье, инфаркт болған кезде сонда соған айтылған сөз. Негізгі медициналық атауы танзилит. Тонзило бадамша бездері, танзилит соның қабынуы. Ол жедел және іріңді болады, сол кездегі ол иммунитетке жауап беретін мүше, лимфа түйіндері. Мен жаңа осы сөзімнің арасында айтып өттім, енді 5 жылда жылына бір рет ангина іріңдеп ауыратын болса, оны алып тастау керек. Себебі ол иммунитетке жауап беретін мүше өзінің функциясынан айырылып қалған, ол енді инфекция көзі болып тұр. Сәл, мысалы, суық ішсе тамақ ұстап қалады, мысалы, сәл суыққа кондермен тамақ ұстап қалады, іріңдеп кетеді. Яғни ол недегі бадамша бездерінің бойында отырған бактериялардың токсиндерін организмге лақтыра бастайды. Одан құрайтын адамның 3 мүшесі бар. Яғни жаңағы оның негізгі қоздырушысы бета-гемолитический стрептокок группы А. Қазір какой-то кишечный палочкаларды тоже тауып жатыр. Осы соңғы бір конференцияда исследование бойынша айтты. Енді ол бактериялардың жақсы көретін мүшелері буын, бүйрек, жүрек. Яғни егер антибиотикті ішіп, емдеп, дополнительный кишечникті құртып жүре беретін болсақ, организмнің қорғаушы күштері таусылып біткен кезде, бактерия өзінің күшіне қатты енген кезде бүйректі кетіреді, пиелонефритке келеді, ревматизмге келеді,
және жүректің әртүрлі ауруларына келуі мүмкін. Сол себепті де миндалинаны ол өзінің, менің өзім айтқым келіп отырғаны, пациенттерге былай түсіндіремін. Вот мына миндалина, есептеңіз, это были ваши, сіздің күзетшілеріңіз болды, сіздің агенттеріңіз. Енді ол агенттер басқа контораға өтіп кетті, олар шпион болды. Енді олар, как анау террористер сияқты да, сізді наоборот бомба медленного действия. Ол жаңағы өзі кішкентай орган, но көп нәрсеге жауап береді, бірақ көп нәрсе өзінің функциясынан айырылып қалғаннан кейін ол жау болады. Жаңағы жүректі, бүйректі, буындарды кетіреді. Сондықтан онымен қоштасу керек. Өткенде бір кісі сұрақ қойды. Ол дұрыс па дейді да, ол как-никак менімен бірге, бала кезінен бірге тұрған менің мүшем ғой дейді. Мен айттым, адамның денесінде соқыршек деген мүше бар, аппендикс. Бірақ аппендикс, кстати, тоже ол иммунный орган. Бірақ ол да воспалять етеді, одан құтылады ғой. Дәл сондай аналогия. То есть бадамша бездері өзінің функциясынан айырылып қалды, одан құтылу керек. Әйтпесе ол саған жау болады. Организмді құртасын. Ангина бойынша айтылатыны осы. Сосын ауыз қуысындағы проблемалар болады. Әртүрлі воспалительный, жаңа ангина болсын, фарингит болсын, ол танзилит, фарингит, ларингит дегендер ол әрбір қабатына байланысты кішкене қабыну процестері ғой. Мысалы, жұтқыншақтан төмен, көмекей, сондайлар. Солардың барлығының емі ретінде противовоспалительный препаратты қолданамыз. Опять-таки, самый популярный ибупрофен, немесил. Мен немесилді өзім жақсы көремін. Мен реклама жасап отқан жоқпын, ол торговый ат емес, но ол өте күшті көмектеседі. Сосын екінші этапта уже антибиотик қолданамын. Именно, тек қана бадамша бездерінде іріңдеп ангина болатын болса, онда ковидтен қалған самый популярный антибиотик азитромицин. Одан артық оның емі жоқ. Қысқа, күшті, әсерлі, тез. Азитромицин 500 мг. Айтпаймыз дозасын, дәрігермен кеңесіп. Дәрігермен кеңесіп айтсын. Азитромицин күніне бір рет 3 күн қолданасың, сен бірінші күні уже қалпына келе бастайсың. Күшті. Бірақ егер ол іріңді болатын болса. Ал егер сосын ауыз қуысын кез келген, енді бұл жерде кішкене химияға ауытқимыз. Ауыз қуысының барлығы ол қышқылды орта. Одан бөлек бактерияның сыртқы қабаты хитин дейді ғой. Ол да қышқылды орта. Және асқазанның сөлі бар, ол арасында көтеріліп тұрады. Ол да қышқыл, кислота, желудочный сок. Осының егер тамақ жолдарында қабыну процестері болып жатса, оны сілтілі ортамен, шелечпен басамыз. Яғни бізде сілтілі орта деген ас содасы болмаса түйме дақ қоя, ромашка. Түйме дақтың шайын ішеміз. И қосымша осы 3 дәріні қолдансақ, тезірек жазылып кетуге болады. Ас содасымен шаямыз, Оны, мысалы, былайша айтқанда 1 литр суға 1 шай қасық салып, ішсеңіз де болады. Ол асқазанның сөлін де басады, мына жердегі бактериялардың өлуіне көмегін әсер тигізеді, тезірек болады. Фурацилин тұзбен шаю қалай? Тұз, фурацилин, оның барлығы кислотный среда. Біз кислотаның үстіне кислота қоямыз. Ол қате ма сонда? Ол былай енді антисептик ретінде бұрын қолданатын еді ғой. Қатты қате деп айтуға болмайды. Зияны жоқ, пайдасы да жоқ. Зияны бар шығар, но пайдасы точно жоқ. Люголямен сүрту жаңағы? Люголь, йод. Ол күйдіреді. Мысалы, былай ғой. Қате, Біз не істейміз, енді артында тұр баспа дейді, тиіспе деген сөз ғой, бірақ аламызды бағасамыз да үстінен тезірек кетеді. Ол бір
аузың өзі ашып қызарып ауырып тұрса, оны аламыз да ыстық шаймен күйдіріп одан сайын басымыз да. Вот кішкене дұрыс емес та. Ол логикалық жағынан да дұрыс емес, емдік жағынан да дұрыс емес. Сондықтан ауыздың тамақ жағында болған бас қабыну процестерін сілтілі ортамен және жылы нәрсемен басамыз. Жалпы көлемде айтқанда осы. Бірінші қабынуға қарсы, сосын енді антибиотиктерді әртүрлі дәрігерлердің берген дұрыс тағайындамасына сай қабылдаймыз. Люголямен сүрту күйдіреді деп жатсыз ғой. Оны мүмкіндігінше балаларға қолданбау керек, иә? Үлкендер қолданса? Үлкенге де болмайды. Қажет емес? Ол люголь енді ол йод қой. Оны сыртқы жараға қолданса болады да. Енді ол жерде оның жаңағы күйдіретін концентрациясы аздау болғанмен бәрібір йод. Оны мысалы сыртқы жара болған кезде ашық жараларға қолданса болады да. Маша интерферон ғой. Бұл деген ангина болса сразу жүгіреміз ғой біз аптекаға. Түсініп жатырмын. Интерферон дегеніміз ол не? Якобы иммуномодулятор. Ал ол иммунитетті мүмкін емес модулировать ету. То есть интерферон деген ауа бар ғой. Енді мен сатып жатқан адамдар ренжімесін, шын айтамын, ауаны бүйтіп прессовать етіп сізге бірге берген мен. Біз өзіміз сендіреміз, онда самовнушение кетеді бұл жерде, иә? Сонда ангинаны дұрысында емдеу, ыстық ішпеу, суық ішпеу, түймедақты шай қылып қайнатып, соны ішсеңіз болса, жылы ретінде. Содамен шаю, тұзбен фурацелемен шайса зияны да жоқ, пайдасы да жоқ дедіңіз. Басуға болмайды. Іріңді ангинаны басуға болмайды. Одан кейін немесел. Иә, сосын жаңа құрамында лидокаины бар дәрілерді ішсе болады. Жергілікті ауырсынуды басады. Ішкенде оны соратын дәрілер болады ғой, музгампид сияқты. Қанша күнде басылу керек ол дұрысында? Әйтпесе қанша күннен асып кетсе ол өмірге қауіпті, жаңағы бүйректі отырғызады, жүректі отырғызады деп жатсыз. Оның созылмалы түрде ол әрбір жеке организмнің өзінің күресуіне және қалпына келу процесіне байланысты. Бұл жердегі тек қайталанудың жиілігінде. Мына болып атқан аурудың созылуында емес. Ол мысалы жаңағы іріңді ангина дейікші. Бір жылда 2 рет қайталанса да ол өте қауіпті. И сосын 40-тан кейін басталады оның бәрін проблема. Жас кезінде адам білмейді ғой, оның күші көп, иммунитеті мықты. Ақырын 40-тан аса бастаған кезде болады. Бізде қазір жас адамдар келеді. Өздері келеді, мен ангинам бар деп, сосын сұрай бастасаң, я сырқырап буыным ауырады дейді. Кейбірлерінде жүректерінде уже бастала бастайды. Сөйтіп, негізгі көбісі 30-дан асқандар айтады, дым су іше алмаймын дейді. Кондердің астында отырдым, тамам ұстап қалды. Бір сәл даладан кейін су тамам іріңдеп кетеді, ұстап қалды. Сөйтіп операциясын жасайсын, енді 1 айдың көлемінде қалпына келеді олар деген. Сосын кәдімгідей қуанып өздері танысың болсын болмасын саған қоңырау соғады. Мен қазір су мұзды бір шелектеп ішемін деп айтады. Өйткені бадамша безі жоқ, иә? Бадамша безі жоқ, и ана жерде бактериялар жоқ қой оның құрамындағы. Бізде көбісі суық су ішкен кезде ангинам ісіп кетті деп айтып жатады. Бірақ бізде дәрігерлеріміз айтады, ол бактериядан, инфекциядан, ол суық судан емес деген сияқты. Дұрыс қой. Қараңыз. Су ішкен кезде не болады? Бұл қозғаушы фактор. Қоздырушы фактор ол бактерия. Суық қозғаушы фактор. То есть теория бойынша мен осы сұрақтарды прямо медициналық журналдардан қарадым. Нақты жауап жоқ қой. Неге? Яғни мынандай процесс болады. Су ішкен кезде адамның қан тамырлардың кез келген бұлшықеттердің спазмы, тарылуы жүреді. Тарылған кезде ол анау бұлшықеттердің арасы ашылады ғой енді, әрбір органның. Сөйтіп ол иммунный процесске лақтыратын өзінің күшінен айырылып қалады. Сжиматься етіп қалады, шыға алмай қалады.
И сол кезде бактериялар өздерінің токсиндерін лақтырады. Для них это как бы адам суықтан ауырмайды, я бактериядан ауырады, бірақ ол суық қозғаушы фактор ретінде келеді. Защита, мысалы қорғаныш күштерін әлсіреп кетеді. И сол кездерде ана жерде отырған бактериялар, оларға да тамақ керек қой. Олардың жаңағы армиясы көп болған сайын олар корректер. Сөйтіп мына жерде сіздің адамның иммунный процесі сәл әлсіздік берді, олар соны қолданды да белсенділік көрсетті. Вот осындай механизм. Озон бір статьяның қорытындысы осылай. То есть суық ол қозғаушы фактор. Ана жерде отырған бактерия ол қоздырушы фактор. Осы екеуі қосылған кезде жаңағыдай ангинаға келеді. Ангина мен фарингиттің айырмашылығы? Ангина дегеніміз ол жаңағы бадамша бездерінің қабынуы дедік қой, танзилит. А фарингит деген соның көмей, әрмен қарай. Сол маңындағы шырышты қабаттың қабынуы. Оны шатастыра алмай қалай білсе болады? Ол көрініп тұрады. Бадамша бездері ол былай ауызға қараған кезде бадамша бездері қызарып тұр. Әр жағындағы, мысалы, оны орысша зев деп атайды, ол фарингос. Или зеп қызарып тұрады, или анау қызарып тұрады. Бадамша бездерін алып тастаған кезде қаншалықты, мысалы, соқыр ішекті алып тастаған кезде ол енді білінбейді дегенмен де өзінің әсерін береді. Ал бадамша безін алып тастаған кезде қаншалықты денсаулыққа кері әсер? Бұл жерде тағы басындағы анатомия бойынша жаңа кальцио пирогова вальдейра деген есімізде болса, сол жерде қалған лимфа түйіндер өздерінің белсенділігін бастайды. Белсендірек болады. Ол организмді қатты жеңілдетеді негізі. Өйткені ол енді қазақша тілмен айтқанда жау көздерден айырылғаннан кейін өзіміздің қорғауда тұрған күзетшілеріміз белсенділік бастайды. Ол тілдің астында бар, ондай бадамша без лимфа түйіні. Жаңағы аденоидта бар, ол кішірейіп кеткенмен орында тұрады ол. Және мынау манадан бері айтып жатқан құлақ не дейміз ғой, түтікшелер, евстахия батыр, соң маңында трубный валики деген бар. Солар жаңағы иммунный қызметті атқарып, қорғаныс күшке жұмыстарын атқаратын болады, бадамша бездері кеткеннен кейін. 5 жыл бойы қайта-қайта ангинамен ауырғанша алып тастаған дұрыс деп. Әрине. Ол мәселе оның жиі ауырғанда емес, оның болашақта әкелетін зардабында болып тұр ғой. Соның алдын алу. Ларингит кезде дауыс шықпай қалудан қалай сақтануға болады? Жалпы ларингит деген не? Ларингит дегеніміз ол голосовые связки, қазақша аударғанда дауыс байламалары. Солардың, яғни ол былайша айтқанда шеміршектен тұратын мүше ғой. Ол қабыну процесі болып жатыр. Одан енді дауыс шықпай қалған кезде ананың қозғалысы шектеледі, содан кейін байланысты дауыс или шиқылдап шығады, болмаса шықпай қалады. Ол кезде ингаляция керек болады. Сосын жаңа құрамында қабыну жаңағы ауырсынуды басатын дәрілерді сорамыз. Одан бөлек тағы да противовоспалительный препараттар обязательно міндетті түрде. Өйткені ларингиттің егер ол қабыну жаңағы воспалительный қабыну процесі асқынып кететін болса, ол дауысы мүлде шықпай қалуы мүмкін. Одан кейін оны немесе операция жасайсың, немесе ол солай адам мүгедек болып қалады. Сондықтан дауысы шықпай бастады. Бұл жерде жаңағы неге ауыз қуысындағы болатын воспалительныйларға қолданатын дәрілерді осы жерде де қолданады. Түймедақпен ауызды шаю, жылы ішу, ингаляция міндетті түрде. Анау сұйық нелер болады, гормонды препараттар, солармен ингаляция жасаған жақсы. Ол пульмикорт деп аталады, енді дозировкасын әркім өзі әрқалай таңдайды. Сосын анау боржоми дейміз ғой, минералды сулар. Соның құрамында минералдарды жаңағы кезек-кезек бір пульмикорт, бірде боржомимен араластырып, бір аптаның көлемінде егер ингаляция жасаса, сосын өзіміздің жаңағы өте танымал қызыл майды соған заливка жасауға болады, яғни мұрын арқылы
мұрынға тамызып шалқайып тұрсақ, ол сол жаңағы дауыс байламалардың үстіне барады да үстін жауып, соның воспалениясының басылуына әсерін тигізеді. Ингаляцияда қай кезде жасауға болады? Мұрын құлақ. Ингаляция егер мысалы созылмалы түрде пульмикортты балаларға көп қолдануға болады, яғни тыныс алысы қиындап кетеді ғой, яғни тыныс жоқ. Пульмикорт ол тыныс алысы кәдімгідей дауысы мынау кеуде жақта көрінеді. Егер қиналып тыныс жолдары кеңірдек дейміз ғой, тарылып кетсе, соны кеңейтуіне пульмикортпен қолдануға болады. Пульмикортпен передуалды балаларға көп тағайындайды ғой? Жалпы жаңағы мына жер сырылдап тұрған кезде, сондай кезде де. Өйткені олардың мына кеңірдектері тар ғой. Өзі мына қабыну кезінде одан сайын тарылып кетеді. Пульмикорт передуал сол жаңағы тыныс жолдарын кеңейту үшін. Ол мұрын жақтағы тыныс жолдары емес, жоғарғы тыныс жолдары бар ғой, және төменгі тыныс жолдары бар. Солардың еміне қолданады. Ингаляцияны дұрыс жасамаудың немесе тым көп жасаудың зияндарын айтып өтсеңіз, мысалы передуал жасаған кезде міндетті түрде көз жұмулы болу керек екен. Оны көп дәрігерлер айтпайды. Ол ана мята сияқты ғой, испарение болады да күйдіріп тастауы мүмкін, шырышты қабатты. Пульмикорт ол как-никак гормональный зат болғаннан кейін оны енді терапевтический дозада қолданғанмен 10 күннен артық қолдануға болмайды, это 5-10 күн аралығында. Және Ол уақытта, дәрігердің кеңесі. Әрине. Одан кейін жаңағы бір мысалға кісі бар делік, егде жастағы кісі дауыс шықпай сөйлемей қалды. Ол кісі өзінің енді былайынша айтқан кезде кемтар болып қалды да, ол кісі өз ауруын невропатологқа баруым керек, миыма операция жасау керек деп ойлап жүр. Сонда оның себебі жаңағы қабынудан да болуы мүмкін бе? Парез голосовых связок дейді. Дауыс байламаларының парезі. Яғни ондай жағдайлар қалқанша безіне операция жасалғаннан кейін нервке зақым келеді, возвратный нервке. Содан голосовой байламалар істемей қалады. Оны лор дәрігерлер операция жасап, кеңейтіп, лазерді осы жерде қолданып істеуге болады. И одан кейін кейбір көбіне қастың дауысы да шығады, тыныс алысы да дұрысталады. Бұл жерде невропатологтың особо қажеттілігі жоқ. Бірақ операциядан кейінгі уақытта жақсы реабилитологқа барса, сол жақсы болады. Физиотерапиясы бар, миостимуляторлар, сондарды қолданып, қайттан қозғалысын қалпына келтіруге көмектеседі. Жақсы. Ересектердегі созылмалы синусит. Ересектердегі созылмалы синусит дейді. Гаймориттердің бір типтері ғой бәрі. Синус дегеніміз сол пазуха деген. Тоқталмай қойы қойған, онда? Өйткені оның барлығы көп, и созылмалы деген нәрсеге мен өзім бай кішкене не қараймын да, ол сен мұрның демалып тұрса, шырышты қабаты КТ-да жуан болып көрінсе, ол саған ешқандай әсер етпесе, оған қозғаудан қажет жоқ та просто. Кезінде біреулер ғылым үшін жазып жүрген да, әңгіменің шыны. Жақсы, Медет мырза, ендігі кезекте аналардан келген, көрермендерден келген Инстаграм парақшама сұрақтарды қойып өтсем, балалардың құлағы жиі ауырады, ашып қарасам сары қоңырлау сұйықтық ағып тұрады. Не істеу керек? Бұл отиттің белгісі ме? Сары қоңыр бұлық болуы мүмкін. Енді оның түстік жаңағы өзгешелігін немесе ірің болуы мүмкін. Ірің болса, оны емдеу керек. Отиттің белгісі болуы мүмкін, иә? Баланың құлағына су кірсе, ірің ағады. Бұндай жағдайда коньякпен жуу дұрыс па дейді. Дәрігерлер солай жасаған екен. Может, борный спирт қолданған шығар. Шатастыру мүмкін, бірақ ол дұрыс нәрсе емес. Жақсы. Сурдологтың бақылауында тұрған 5 жастағы баланың бір құлағы 4-ші дәрежелі кереңдік, аденоид 2-ші дәрежеде, аузын ашып ұйықтайды. Аденоидтың асқынуының алдын алу үшін не істеу керек дейді. Жаңа айтып өттік оны. Аденоидты алып тастау керек, егер 4-ші степень кереңдік дегеніміз бала естімейді деген сөз. Оны жақсы сурдологқа барып тексертіп, кохлеарный имплантацияға жаңағы үміткер ретінде қою керек. Отит дейді, 2-3 сайын қайталанып тұрады. Мұны қалай тоқтатуға болады? Егер нақты отит қайталанып болса, бірінші антибиотик қолданбас бұрын құлақтан мазок тапсырамыз. Мазок дегеніміз
чувствительность к антибиотикам. Сосын мазок тапсырып болғаннан кейін нәтижесі шыққаннан кейін барып қай антибиотикке жаңағы бактерияның сезімталдығы бар, сол антибиотикті қолданып өлтіреміз. Және де ең басты нәрсе, іріңді процесс қайталана беретін болса, яғни ол бала тәттіні көп жейді деген сөз. Тәттіні мүлде жоқ қыламыз. Жалпы тәтті өмірге қауіпті болып тұр. Өте. Естудің төмендеуі бар. Біреу операциямен түзеледі, екіншісі түзелмейді дейді. Бұл қандай жағдай? Бұны енді қаралу керек деп ойлаймын. Иә, ол манағы аудиометриядан кейін белгілі болады. То есть нейросенсор кондуктивқа. Бастан шыққан шуылдың себептері мен емдеу жолдары, лор маманына бару қажет пе, оны айтып өттік. Тамақ және ангина туралы толық айтып беріңізші айттық. Ангина оны алып тастау керек пе жоқ па айттық. Қандай сұрақ бар? Баланың тамағында лимфаденит бар дейді. Лимфаденит пен аденоидтің айырмашылығы неде? Лимфаденит дегеніміз ол лимфа түйіндері, ол мына тамағында емес, жақ бар ғой, жақтың астында мойнында болады. Ол балаларда жиі кездеседі, өйткені әртүрлі воспалительный процестерге байланысты баланың иммунитеті жауап береді, ол лимфа түйіндері ісініп кетеді. И өте сирек кездесетін жағдай бар, үйде мысығы бар балаларда тырнаса, соған баланың лимфа түйіндері реакция береді. Оны тексеру керек. Қызым 3 жаста көкжөтел болған. Енді біреуден тұмау жұқса, алдымен ентігу пайда болып, келесі күні тоқтамай жөтеле бастайды. Не істесем болады? Значит, көкжөтелдің жаңа қоздырғышы соңына дейін өлмеген, мазок тапсыру керек. Құрметті Медет мырза, бүгін құлақ, мұрын, тамақ туралы біздің көрермендеріміз өздерінің сұрақтарына қажетті жауаптарын алды және жақсы біліммен қаруланды деп сенемін. Осындай Астанадан ұшып келіп, жиған біліміңізбен бөлісіп, қаншама жыл бойы жиған біліміңізбен, тәжірибеңізбен бөлісіп, біздің қазақ халқымыз ауырмасыншы, аурудың алдын алсыншы деген ниетіңізге үлкен рахметімді айтам. Біздің YouTube каналдың атынан сізге алғыс, еңбегіңіздің жемісін көріңіз, биіктей беріңіз. Президенттік ауруханадан келіп осындай сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғысым шексіз. Көп-көп рахмет. Биіктерден көрініңіз. Гүлнұр ханым, сізге көп рахмет. Мына сіздің атқарып жатқан жұмысыңыз, енді біз сырт көз ретінде бақылап отырмыз, ол ағарту жұмысымен айналысып жатсыз. Ісіңізге береке берсін. Тек қана жағымды жаңалықтармен жолығайық. Рахмет көп.